Адам есейе бастағанда, тіпті жақын адамдарының өзі жауап таба алмайтын мәселелерге кезігеді. Мұнымен қатар бұған әркімнің жауабы әртүрлі. Біз не үшін өмір сүреміз? Үлкендердің кеңестерін қай жасқа дейін тыңдау керек? Кім ұлы бола алады? Жақсылық пен жамандықтың арасы қандай? Бүгінде не шындық болып табылады? Мұндай мәселелер адамзатты өркениеттің бас кезінде-ақ толғандырған. Антикалық кездердегі нағыз табанды деген ойшылдардың өзі әлемнің құрылысы, ондағы адамның рөлі қандай дегендерді түсінуге тырысты. Философия ғылымы осылай пайда болды. Бұл сөз даналыққа деген сүйіспеншілік деп аударылады. Тұтас алғанда бұл не үшін өмір сүру керек, қалай өмір сүру керек, қалай жол табу керек дегендердің шешімдерін ұсынатын білімдердің жиыны. Философия ол қарқынды өзгеріп жатқан әлемде өзіңді түйсіне білу тәсілі. 20 ғасыр адамзат үшін нағыз оқиғалар серпілісіне толы ғасыр болды. Екі дүниежүзілік соғыс, төңкерістер мен жаңа режимдер, техникалық прогресс, тұрмыс тіршіліктегі және қоғамдағы өзгерістер. Ғарыштық жарыс, тарихта адам бірінші рет аяғының астына қараудан қалды да өзге дүниелер туралы ойлана бастады. Алғашқы ғарышкердің ұшуы және айға қону, өзге ғаламшарлық базалар жобалары, қазір орбитаны тінкілеп жатқан жер серіктері, солардың арқасында әркімнің қалта құрылғысында навигация, байланыс және теледидар, сырт пішіні бағдарламаланған, белгілі бір жынысты адамның өмірге келуіне мүмкіндік беріп, өлімді жеңетін биотехнологиялар. Адам бұрын құдайларға ғана тиесілі болған салаға баса көктеп кірді. Тағы неге қабілеттіміз? 20 ғасырдың философиясы осы идеялардың көрінісі болып табылады. Мысалы, 20 ғасырда космизм пайда болды. Олар Константин Циолковский, Владимир Вернадский. Ойшылдар ғарыш пен адамды бір тұтас нәрсе деп қарастырды. Олар ғарыштың дамуында шығармашыл ой шешуші рөл атқарады деп санады. Мәңгілік, ғарышты игеру, байланыстырушы күшке деген сүйіспеншілік туралы ой жүгіртті. Неопозитивизм. Басты идеологы Джордж Эдвард Мур болып саналады. Бұл ағымды жақтаушылар ғылым мен логиканы насихаттайды. Ғылыми дәлелденетін нәрсе ғана бұл әлемде шынайы, ал қалғанның бәрі бос сөз. Прагматизм. Ежелгі грек тілінен іс немесе әрекет деп аударылады. Сол себепті прагматизмді іс философиясы деп те атайды. Прагматикалық ол қандай да бір істі пайда көру үшін жасайтын адам. Картезианшылдық. Асығыс шешімдер қабылдамай, алдымен мұқият ойластырып алу керек. 20 ғасырдағы негізгі ағымдардың бірі ол экзистенциализм. Бұл жалпы адамзат және жеке адам өмірінің мәнін түсінуге тырысу. Шешімдер үшін кім жауапты? Талап деген не? Парыз деген не? Мораль деген не? Экзистенциалистер осылар төңірегінде ойланады. Оларда әсіресе дін және сенім мәселесі толғандырады. Бұл бағыттың ең жарқын өкілі Жан-Поль Сартр. Ол өзінің балалық кезін еске алады. Әжем католик, ал атам протестант. Дастархан басында екеуі бір-бірінің дінін келемеж қылып отыратын. Мұның бәрі зілсіз еді. Ал бала өзінше топшылайды емес пе? Бұл екі дін де түкке тұрмайды деген тұжырым жасадым. Бұдан кейін де осы ойы философиялық еңбектерінде аңғарылады. Сартр жаппай еркіндікті дәріптеді. Адам еркін болу үшін жаралған деген атақты сөздерде соныкі. Ол шешімді өзі қабылдауға құқылы, бірақ оған өзі жауап береді. 20 ғасырда постмодернизмнің негізі қаланады. Бұл ағымға қалыптасқан әдеттер мен құндылықтарды жоққа шығару, әлемнің құрылысын сынау тән болды. Бірақ орнына еш нәрсе ұсынылмайды. Философиядағы постмодернизмнің ең жарқын өкілдерінің бірі Жан Бодрияр болып саналады. Оның өзі постмодернизмді агрессияшыл және болашағы жоқ дей отырып, мұны теріске шығарды. Бодрияр туралы айтқанда, біз Голливудқа жүгінеміз. Культтық матрица фильмнің бір үзінді көрінісінде бас кейіпкер бір кітапты қолына алатын байқаған боларсыздар. Сол кітаптың авторы дәл осы Бодрияр еді. Симулякра және симуляция деп аталады. Симуляция бұл затты немесе құбылысты ұқсатып қайталау. Ал симулякр ұқсастық, иллюзия дегенді білдіреді. Симулякр бұл шын мәнінде жоқ нәрсені қайталауға тырысушылық. Біздің әлем соған кетіп бара жатыр деп есептейді Бодрияр. Технологиялардың дамуы адамдарды бір зұмнан тауып жеу машақатынан босатты. Бірақ оларды тамақ пен рахаттану үшін ғана өмір сүретін жатып шерлерге айналдырды. Енді бұл үдерісті кері қайтару мүмкін емес. Бодрияр теориясына қарсы болған екінші бір постмодернист Мишель Фуко.
Ол әр адамның бірегейлігі туралы жазды. Дұрыс ойлау, адамдардың жалпы өміріне үлес қосу, өзін кемелдендіру, міне осылар. Фуконың пікірінше, адам өзінің даралығын сақтауға, бақытқа қол жеткізуіне мүмкіндік береді. 20 ғасырда философияның дамуына қазақ жазушысы, тарихшы және философ Шәкәрім үлкен үлес қосты. Абайдың рухани ізбасары және шәкірті Шәкәрім Құдайбердіұлы 1858 жылы 11 шілдеде Семей облысында дүниеге келді. Балаң кезінен ақ өз бетінше араб, парсы, түрік және орыс тілдерін меңгерген ол, өзінің бүкіл ғұмырын шығыс пен батыстың философиясы мен дінін зерттеуге арнайды. Шәкәрім Құдайбердіұлы тарихқа гуманист ретінде енді. Ол күш пен қатыгездікке негізделген мемлекетті мойындаған жоқ. Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасындағы ірі жоғары оқу орындарының бірі Семей қаласындағы мемлекеттік университет Шәкәрім Құдайбердіұлының атын иеленіп отыр.